Облыс мәслихат төрағасы Владимир Головатюк бастап келген қоғамдық комиссия мүшелері Аягөз қаласына келіп, арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығындағы балалардың тұрмыс жағдайына мониторинг жүргізу жөніндегі отырыс өткізді. Қоғамдық комиссия отырысына арнайы мекемеде ем алып жатқан балалардың ата-аналары, үкіметтік емес ұйымдар белсенділері және бұқаралық ақпарат құралдар өкілдері қатысты. До оснащения, чтобы вы понимали, по сравнению за 2 года мы практически в 1,5 раза увеличили финансирование именно Аягözского центра. Далее, что касается совместных меморандумов и так далее, я более того скажу, на сегодня, с начала этого года, есть совместный приказ Управления координации занятости, Управления здравоохранения, Управления комитета контроля медучреждений о создании рабочих групп. То есть мы же не можем каждый раз с области сюда приезжать. Их территориальные органы раз в месяц по итогам карантина заезжают и комплексно осматривают всех. Медики осматривают состояние здоровья, КГБТУ проверяет, насколько контрольно выполняется. Это совместный приказ, он действует. И будет действовать не на 1 год, а на постоянной основе. Аудандық әкімшіліктің кіші мәжіліс залында интернат басшысы Шолпан Мақашеваның баяндамасы онлайн форматта тыңдалды. Баяндама негізінде комиссия мүшелері биылғы жылы мекемедегі жағдайды жақсарту мақсатында жасалған іс-шаралармен қысқаша танысты. На сегодняшний день мы стараемся создать все условия для пребывания наших детишек. Ведется текущий ремонт старого корпуса, где будет предусмотрена комната встреч для родителей с подопечными. Будет огромный кабинет Монтессори, ЛФК кабинет с новым оборудованием для реабилитации, спортивный зал, большой процедурный кабинет. Также построена новая игровая площадка, проведен капитальный ремонт котельной с новой теплотрассой. Проведена горячая вода в корпус. На сегодняшний день нам очень важно психоэмоциональное и физическое состояние наших подопечных. И самым главным показателем являются улыбки на лицах наших детей. Отырысқа қатысушылар көптеген мазалаған сұрақтарға жауап алып, орталықтағы болып жатқан өзгеріс жаңалықтармен танысты. Артынан қоғамдық комиссия мүшелері бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен бірге мекемеге барып, балалардың бүгінгі жағдайын өз көздерімен көрді. Олар орталықта орын алған бұзушылықтар мен ескертулердің түзетілгенін атап өтті. Бүгінгі күнде сапалы тамақтану, ем алу, реабилитация өту, жалпы балалардың тұрмыс жағдайы дұрыс жолға қойылған. Оқушылар мен қызметкерлер арасында коронавируспен ауырғандар жоқ. Атап өтсек, қызметкерлер мен интернат басшылығы 5 айдан бері карантин режимінде өмір сүріп келеді. Балаларға індет жұқтырмау үшін ғимаратқа ПЦР тестсіз кіруге тыйым салынған. Жанар Жахат, Аягөз Реал ТВ.